Сәлем достар, сіздермен Дана Керей. Бүгін біз личный брендті қалай қалыптастыру керек және оның жалпы не себепті маңызды екенін талқылайтын боламыз. Қазіргі таңда личный бренді бар адам, личный бренді жоқ адамға қарағанда өте үлкен продажа жасайды, өте үлкен узнаваемости бар и доверие бар. Сол себепті личный бренд қалыптастыру қазірден бастап өте маңызды дүние. Личный бренд сізде ол удостоверение личности секілді, яғни ол өте маңызды бір құралдардың, бір маңызды дүниелердің бірі. Если көптен бері мен личный брендімді қалай дамытамын, оған қалай идея алу керек, ол үшін не істеу керек дейтін болсаңыздар, осы видео сіздерге арналады. Жалпы личный бренд дегеніміз өзге адамның сіз туралы пікірі. Негізі қысқа ғана естілгенмен бұл өте маңызды дүние, себебі сол пікір арқылы сіз продажа жасайсыз, сіз узнаваемость арттырасыз, сіз лояльность туғызасыз. Мысалға, SMM десе сізді еске алса, немесе таргет десе сізді еске алса, мықты эксперт ретінде ше, или там фотограф десе сізді бірінші, ой, осы кісі бір күшті фото түсіретін еді, или там бір видеограф болсаңыз бір, мә, кісі күшті видео түсіретін еді ғой, или там денсаулыққа қатысты эксперт болсаңыз, адамның денсаулығымен проблема болған кезде сізді бірінші есіне алса, ол сіздің мықты личный бренд қалыптастырғаныңызды білдіреді. Неге личный бренд маңызды және неге 2026 жылы бәрі личный бренд жүргізіп кетті? Себебі ең үлкен ол жердегі мәселе ол продажа. Қазір адамнан алғысы келеді. Яғни сіздің личный брендіңіз болса, сіздің продукцияңыз болса, сіз оны личный брендпен әлде қайда жеңіл сатасыз. Личный брендтің арқасында клиент сізге өзі келеді, бағаны түсіріп жүрудің қажеті жоқ. Сенім тез қалыптасады. Егер сіз клиентке жағымды әсер қалдырсаңыз, сізді ол адам үнемі басқа адамдарға рекомендовать етіп жүреді. Яғни сізде сарафанный радио жоқ қосылып тұрады. Және рекламаға ақша құртып жүрмейсіз. Бұл ең үлкен личный брендтің преимуществоларының бірі. Личный бренд ең алдымен неден тұрады? Личный бренд ең алдымен экспертность деген нәрседен тұрады. Яғни экспертность дегеніміз сіздің бір қандай да бір саладағы тұлғалық маңыздылығыңыз. Блогыңыздың кем дегенде 50% сіздің экспертный жағыңызды көрсетіп тұру керек. Яғни адамға пайдалы болу керек. Ол мейлі лайфхактар болсын, мейлі ол сіздің көзқарасыңыз болсын, мейлі ол просто бір әшейін сіздің салаңызға қатысты видео болсын, қателіктер болсын, кейстар болсын, сабақтар болсын, бұның барлығы сіздің личный брендіңізге именно экспертный формат жағынан әсер етеді. Келесі личный брендті қалыптастыратын ең маңызды дүние ол личностный контент. Яғни сіз егер тек қана экспертный контент сала беретін болсаңыз, сіздің контентіңіз адамға лояльность туғызбайды. Ал лояльность туғызу үшін сізде міндетті түрде личностный контенттер болу керек. Ол қандай контенттер? Ол сіздің басыңызда өткен оқиғалар, сіздің осы жаңағы салаға келгендегі жолыңыз, сіздің өзіңіздің өміріңізге, личный өміріңізге қатысты бір қандай да бір тақырыптар, қандай да бір видеолар, немесе қандай да бір проблемалар даже болуы мүмкін. Осының барлығы личностный форматқа жатады. Көп эксперттер жалпы негізі мен жұмыс істеген кезде личностный форматты қосқысы келмейді. Дегенмен личностный формат ол сіздің аудиторияға деген басқа қырыңызды ашатын, ол аудиторияның сізге деген бір махаббатын тудыратын ең маңызды бір құрал. Сіздің тіпті алдыға қойған бір мақсатыңыз болуы мүмкін, сіздің бір хоббиіңіз болуы мүмкін. Оның барлығы личностный контентке жатады. Яғни личностный деген сөздің өзі ол сізге қатысты дегенді білдіреді. Сізге қатысты кез келген ақпарат ол личностный форматқа жатады. Келесі личный брендті қалыптастыратын тақырыптардың бірі ол бізде кейс. Яғни сіздің нәтижелеріңіз. Кейс арқылы сіз адамды өзіңізге тартасыз. Яғни адам сіздің аккаунтыңызға өткеннен кейін сіздің кейстарыңызды қарап, сіздің именно продукцияңыздың маңыздылығын қарап, онда сізде тағы да бір доверие туады. Яғни кейс сізде клиентті өзіңізге тартудың бір үлкен жолы. Ол бір доп-после болуы мүмкін, немесе бір клиентіңіздің ауызбен айтқан отзывы болуы мүмкін, немесе просто бір жазба болуы мүмкін. Неважно, ең маңыздысы сізде кейстің болуы. Адамдар қазіргі кезде сөзге емес, дәлелге сенеді көбірек. Сол себепті сіздегі дәлелдің болуы ол өте маңызды. Келесі личный брендті қалыптастыруға көмектесетін ыңғайлы форматтың бірі ол сіздің құндылықтарыңыз. Мысалға, кейбір адамдарға арзан әзілдер өтуі мүмкін, ал кейбір адамдарға ол мүлдем ұнамауы мүмкін. Мысалға, сіз үшін дисциплина маңызды болуы мүмкін, немесе сіз үшін бір сапа маңызды болуы мүмкін. Сіз өзіңіздің контентіңізде осы дүниелерді бөлісу арқылы өзіңізге тура сондай ой ойлайтын адамдарды шақыра аласыз. Мысалға, сізге таңғы 5-те тұру ол нормальный болуы мүмкін, и сол сіздің құндылығыңыз болуы мүмкін. Яғни сіз таңғы 5-те тұрмасаңыз, сіздің жұмысыңыз мүлдем өнбеуі мүмкін.
осы нәрсені сіз айтатын болсаңыз, сізге тура солай таңғы 5-те тұрғысы келетін адамдар, немесе уже тұрып жүрген адамдар, немесе тұрып бірақ тастап кеткен адамдар сізге оралуы мүмкін. И сіз ол арқылы адамды өзіңізге тартып, болашақта өзіңіздің продукцияңызды сатуыңыз мүмкін. Және бұны кішігірім бір воронка деп айтуға да болады. Личный брендті қалыптастырған кезде әртүрлі тақырыптарды алудың қажеті жоқ. Өзіңізге ыңғайлы бір тақырыпты алыңыз, өзіңіздің бір маңызды бір қырыңызды алыңыз да, и соның айналасында басқа кішігірім тақырыпшаларды пайда қылыңыз. Ол қалай? Мысалға, сіз кітап оқығанды жақсы көресіз, бірақ сіздің эксперттеріңіз кітап оқуда емес, сіздің эксперттеріңіз денсаулық саласында болуы мүмкін. И сіз аласыз денсаулық саласына көбірек көңіл бөліп, ал кітап оқуды, басқа хоббиларыңызды, басқа саладағы мықты қырларыңызды сол жаңағы маңызды тақырыпшаның айналасында құрасыз. Келесі, көп адам пропускать етіп жіберетін, бірақ ең маңызды этаптардың бірі ол тұрақтылық. Контентте, жалпы личный брендте болсын, жалпы рилста болсын, өмірде болсын, тұрақтылық болмаса, ол нәтиже алып келмейді. Егер сіз контентіңіздің тұрақты жүріп тұрғанын қаласаңыз, сізге подписчик келгенін қаласаңыз, личный брендіңіздің мықты түрде қалыптасқанын қаласаңыз, міндетті түрде тұрақтылық орнатыңыз. Күніне бір видео, тұрақты түрде 7 күн. 21 күн, 1 жыл. Осындай әрекеттер арқылы сізде личный бренд қалыптасады. Одан кейінгі маңызды личный бренд қалыптастырғанда ескеру керек дүние, өз пікіріңізді бөлісіңіз. Себебі құр ақпарат болғаннан гөрі, адамның егер өз пікірін бөлсе, өз мнениясын айтса, сіздің сол мненияңызға қарай ыңғайласатын аудитория келуі мүмкін. Яғни бұл жерде де лояльность. Және де өз пікіріңіз, өзіңіздің ойыңыз сізді басқа адамдардан ерекшелеп тұрады. Келесі қадам, максимально камерадан қорықпауға тырысыңыз. Қай жерде болсын, көп адамның арасында болсын, жеке отырғанда болсын, максимально видео түсіруге, максимально камера алып, сөйлей беруге тырысыңыз. Себебі ол сіздің ертең көпшіліктің алдында выступать етсеңіз, көпшіліктің алдында сөз сөйлеуіңізге, қобалжымай сөйлеуіңізге өте үлкен әсер етеді. Личный брендте ең жиі жіберілетін қателіктер ол бір тақырыпшадан ғана айта беру, басқа тақырыптарды мүлдем қолданбау, немесе личный өмір туралы мүлдем айтпау, барлығына ұнауға тырысу, өзінің личный мнениясының болмауы, немесе басқа бір экспертті, немесе басқа бір блогерді бірде-бір көшіріп контент жасау, ұзақ уақытқа жоғалып кету, тұрақсыздық. Егер сіз осы қателіктерді жібермей, мықты личный бренд қалыптастырғыңыз келсе, менің инстаграм парақшама өтіңіз. Ол жақта сізге өте пайдалы, өте керемет контенттермен бөлісетін боламын. Егер сізге видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жасап кетіңіз, себебі сіздің әрбір әрекетіңіз менің каналымның дамуына әсер етеді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.